cücelerim, cip 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 cücelerim, benim geçey cücelerim, kütüğüte cücelerim. Қала тұрғыны Әйгерім Асқарқызы 23 жаста. Жасана жаңа жыл табалдырықтан аттаған сәтте тұңғышын бауырына басты. Отбасы шақалақтың есімін әлі қойып үлгермепті. Жаңа жыл қарсаңында босанамыз деп ойлаған жоқпыз. Бәрімізге сыйлық болды, бұл үлкен тосын сый. Осы бүкіл Қазақстан халқын, Қызылорда халқын құттықтаймыз осы мерекемен. Ал Эльмира Алтынсариева Қазалы ауданынан 2 баласынан кейін қыз баланы дүниеге келді. Нәрестеге ат қоюдың кезегі нағашыларға келіпті. Көп балалы отбасылардың қатарынан табылуды қалайтын жасана аман есен босануына сеп болған ақ халаттыларға дән риза. Осы Қазалы ауданынан ота жасау арқылы босанумен келген, өзімнің табиғи жолмен осы дәрігерлердің арқасында осындай қуанышқа жетіп жатырмыз. Қыз бала босандым. Салмағы 3 келі 200 болды. Алдында ұлым бар, қызым бар. Бұл балапан ең алғаш болып тауғы жылында дүниеге келіп отыр. Түнгі сағат 12-ден 50 минут өткенде дүниеге келген. Қазіргі таңда жағдайы жақсы, әлі есімі қойылмаған. Ал жалпы жаңа жыл қарсаңында қызылордалықтардың отбасында барлығы 11 бала таңғы сағат 8-ге дейін дүниеге келген. Оның алдауы ұл бала болса, 5-еуі қыз бала. Қызылорда облысы бала туу көрсеткішінен республика бойынша алдыңғы үштікте. Демографиялық өсімді ұстап тұрған өңір ретінде өз орнын сақтап тұр. Сондай-ақ ат ұстарлар көп туылатын аймақтардың арасында көш басында келеміз. Түнгі босануда ешқандай ауытқушылықтар болмаған. Нәрестелер мен аналардың жағдайы жақсы. Өткен жылы 20 нәресте дүниеге келген болатын. Өткен жылы түнде 10 қыз бала, 10 ер бала. Биылғы түні 11 нәресте. Жаңа жылдың басты жаңалығы қазақтың қара домалақтарының санын көбейтіп отырған аналарға биыл мемлекеттен айрықша қолдау бар. Яғни 2017 жылдың шілде айынан бастап бала туған аналарға беретін жәрдемақы 20%-ға көтеріледі. Айгүл Қожақова, Бөгенбай Басилов, Гүлназ Елемесова, Қазақстан Қызылорда телеарнасы.